Онлайн казиноны жарнамалаған үшін тексеріліп жатыр. Оның 11-і жауапқа тартылған. Екі ойында менде жақсы результаттар болып жатыр. Қазір сіздермен бөлісе кетейін. Ашып сат. Достар, қалайсыздар? Босфин сайтында Son of Египет 3 ойында жос казино ойынын таратқан және көрсеткен сілтеме арқылы осыған кір деп қаншама халықты азғырған блогерлер енді жауапқа тартылып жатыр. Ең өкініштісі, жай ғана әкімшілік жауапқа тартылып жатыр. Бұндай нәрсені жай ғана әкімшілік емес, кәдімгі сотпен штраф салынса екен. Өйткені халық қиналып жүрген халықты кредиттеріңді жауып беремін деп қаншама ойынға кіргізіп, кредит үстіне кредит төлеткізіп жатыр. Осындай блогерлер сымақтардың барлығын тексерілсе, толық тексерілсе, тіпті атақты Никонат дегеннің өзі де 800 миллион тапқан екен. Және осы казиноны жарнама жасау үшін 1 миллион теңге алып отырған. Сіздер қалай ойлайсыздар? Олар жауапқа тартылса, жай ғана жауапқа тартылып кете бере ме? Штраф салынсын, қаншама алданған халыққа ақшасы қайтарылсын. Өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Тағы да айтарым, қарапайым халық қосылайық танымал болған, подписчигі көп деген сияқты осы танымал тұлғаларға сене берудің қажеті жоқ. Бұлар не жарнама жасаса да соған кіріп, сілтемесінен кіріп алданбаңыздар. Өтініш, өздеріңіз кесірлеріңіз тиіп жатыр. Қаншама осындай алданып, қаншама адам ақшасы кетіп жатыр. Кредиттен кредитке тауып жатыр. Сондықтан да алданбаңыздар. Бұл ойын ешқандай пайда келмейді, ақша да келмейді. Онлайн казиноға кредитімді жабамын деп айтып жатыр да, сонда ол өзінің кредитін жауып жатыр деймін да, рекламадан ақша алып. Басқа жаңа қарапайым халықты наоборот кредитқа кіргізіп жатыр. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс па, бұрыс па? Бірінің соның жарнамасына 1 минуттық па 30 секундтық жарнамасына түсіруіме 30 миллион теңге ұсынды. Ойлаңыз. Ой болды ма? Мүлдем ой болған жоқ. Жыбырлаған шығар бірдеңе? Жоқ, мүлдем жыбырлаған. Қойыңызшы бәке. Жоқ, бірден отказ бере салды. Өйткені құрдым екен білемін дейсіз ғой. Иә, оны былайынан ойлап қарасаңыз, мен мысалға шынымды айтсам, мен осы өнерде жүргеннен кейін менің жанымды сахналап қалды. Өйткені адам бір кәсібіңіз бар да. Өйткені менде бір тұңғиыққа батырып жібермеуге маған сахна елдің қошеметі.